Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика оқылуының 70-ші сабағын түсіндіріп өтетін боламын. Сабақ басталмас бұрын мені арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз есептер шығару. Бірінші есеп. Есепті шығар. Биылғы жылы Нұр-Сұлтанда 5 мектеп, ал облыстарда 3 мектеп салынды. Барлығы неше мектеп салынды? Кері есептер құрастыр. Яғни бірінші шартын құрайық. Нұр-Сұлтанда 5 мектеп, облыстарда 3 мектеп. Қанша мектеп салынды? Шешуі: 5-ке 3-ті қосамыз тең 8. Жауабы барлығы 8 мектеп салынды. Ал енді осыған кері есеп құрастырамыз. Нұр-Сұлтанда 5 мектеп, облыстарда қанша? Барлығы 8 мектеп. Шешуі: 8-ден 5-ті аламыз тең 3. Жауабы облыста 3 мектеп салынды. Екінші есеп. Амалдардың белгісіз компоненттерін ата және жаз. Досыңнан тексеруін сұра. 6 қосылған 3 тең 9, 5 қосылған 5 тең 10, 8 қосылған 1 тең 9. 10-нан 1-ді аламыз тең 9. 60 қосылған 20 тең 80. 80-нен алынған 50 тең 30. 10 алынған 6 тең 4. 90 алынған 80 тең 10. 90 алынған 10 тең 80. Үшінші есеп. Есепке сәйкес қысқаша жазылуымен сұлбасын таңда. Оны шығар. Қалада 50 гүлзар болды. 30 гүлзар суарылды. Суарылмаған неше гүлзар қалды? Яғни бірінші сұлбаға сәйкестендіреміз. Шешуі: 50-ден 30-ды аламыз тең 20. Жауабы 20 гүлзар қалды. Төртінші есеп. Саяхаттан оралған балалар фотосуреттерге арнап жақтау дайындамақшы болды. Бір жақтауға неше сантиметр тақтайша керек? 20 сантиметрден 2, 10 сантиметрден 2 тақтайша. Яғни оның барлығын бір-біріне қосамыз, тең 60 сантиметр шығады. Бесінші есеп. Үйшіктерде 4 бұрыш, шеңбер, 3 бұрыш тұрады. 3 бұрыш пен шеңбер үлкен терезесі бар үйшіктерде. Яғни бірінші, екінші үйлерде терезесі үлкен. Шеңбер мен 4 бұрыш биік шатыры бар үйшіктерде тұрады дейді. Яғни биік шатыры бар шеңбердің биік шатыры да терезесі үлкен, ол бірінші үйге орналастырамыз. Ал 4 бұрышты биік шатыры үшінші үйге орналастырамыз. Әр фигура қандай үйшікте тұрады дейді. Яғни осылай орналастырамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.